Бәріне сәлем, менің есімім Ауянова Дарина. Мен қазір жүз English курсының 5-ші потогында оқимын. Менің қазіргі кураторым мисс Саягүл. Мен курсқа 21 қарашадан бастап оқи бастадым. Ол кезде ең алғашқы кураторым мисс Альбина болған едім. Және де қазір басында менде elementary деңгейде болды, ал қазір мен pre-intermediate деңгейдемін. Мисс Саягүл ханым, ал практикалық сабақтан Балнұр апай. Өте жақсы. Ол кісі де бізге барша жылулығын бөледі, және де яғни апта сайын болатын бізде қосымша апаймен спикинг сабақтарда қызықты тақырыптар бізге алып келіп бірге өтеміз. Мисс Нұра elementary деңгейінен бастап маған берген болатын. Сол деңгейде мен басында үйрене салмағам. Одан кейін барып ол кісіге қатты бауыр басып кеттім. Ол апайдың маған күлгенін ұнайды көбінесе. Және де видео сабақтарды жақсы түсіндіреді. Ал қазіргі деңгейде pre-intermediate маған мисс Нұра өкінішке орай бермейді. Мен ол кісіні қатты сағынамын. Және де сол бермеген кезде, мен басқа деңгейге өткен кезде премиумға беретін ол кісі, ал мен стандартқа оқимын. Сол стандартта оқып жүрген кезде мен мисс Нұрайға жазған болатынмын, неге сіз бермейсіз деп. Сол кезде ол кісі маған айтқан болатын, дракончигім деп. Өйткені мен соңғы рет элементарида қоштасу кезінде өзінің бірінші есіміне байланысты бір қандайда мультфильм сондайдың бейнесін жасап берген болатын. Мен сол кезде дракон жасағанмын, коробкадан оны басыма киіп отқам. Сол кезде содан бастап мені дракончигім, жаным, мен премиум тобына беретін болдым. Кейін өзгерістер болса айтамын деген. Ол кісіні қатты жақсы көремін. Жүз English жалпы тек қана сабақ оқы деп қана бере салмайды, тапсырмаларды толтырып беріп қоймайды, сен мына уақытқа дейін жасайсың, болды деп бермейді, керісінше арасына ойындар қосады. Апта сайын идиома соларды жаттаудан жарыстар ұйымдастырады, оған жүлделі түрде сыйлықтар береді. Яғни қызық, баланы өзіне баурап ала алады. Бала кәдімгі оқушы мұғалімдерге де өзінің туған әпкесіндей, туған достарындай, жақын адамдарындай бауыр басып қалады. Одан кейін 140 жаңағы баланы тек қана оқудан бөлек ойындарға да өзін ашылуын, жақсы сезінуін, онлайн болса да сен алдында телефон тұрып өзіңді бір жасырын ұстамайсың, өзіңді барынша көрсете аласың. Жаңағы группадағы бір-біріне деген сыйластық бар. Мұғалімнің оқушыға, оқушының мұғалімге деген сыйластығы бар. Ешқашан, мысалы, топтағы басқа оқушылармен бір оқушының ұрсып жатқаны мен ешқашан көрмегенмін. Яғни достастық, ауызбіршілік өте жақсы дамыған. Бір сөйлеммен боламын. Жүз English, the pledge of a bright future. Жарқын болашақтың кепілі. Осыған дейін мен жазда менде мүлдем бір нақты мақсат болмаған. Мен бір күні тұратынмын да, бір күні хирург болам, бір күні судья болам деп жүретін, бір күні мұғалім болам деп. Бірақ менде бір жүрегімде болды, мен өскенде ағылшынша біліп, шетелде оқуға түсу керекпін, шетелде аралауым керекпін деп. Бірақ оғанға дейін ол мен ұйықтар алдында армандайтын тек қана арман болатын. Ал жүз English'қа жазылған соң ол мақсатқа айнала білді. Менде қазір тұрақтылық бар, маған тек қана ағылшын маңызды бола бастады. Және де мен ағылшын тілін оқу барысында өзімді жақсы сезінемін. Өйткені ол мен болашағыма деген жасап жатқан, өзім үшін істеп жатқан іс-әрекетім. Сол себептен мен келесі жылы флекс бағдарламасын тапсырып көргім келеді. Бір жыл, яғни шетелде ауысып, яғни обменмен оқуға. Мен осы видео арқылы мені көретін болса, бұрынғы кураторым мисс Альбиге сәлем жолдағым келеді, және де тағы спикинг өтетін мисс Гүлімге сәлем жолдағым келеді, және мисс Нұрайға. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ал қазіргі кураторым мисс Саягүл, сізге де рахмет. Бізге мен естідім, ол кісі Астана ма, сол басқа Алматыда тұрмайды. Сол себептен алыста отса да бізге барша жылулығыңызды бергеніңізге мисс Балнұрге рахмет. Мен өзімнің ескі кураторым мисс Альбина жайлы айтқым келеді. Мисс Альбина, менде отбасылық проблемалар болып, мен қалада болмаған кезде бір аптадай сабаққа қатыса алмай қалған едім. Сол кезде мен ойлағам, болды, барлығынан қалып кеттім деп. Керісінше мисс Альбина мені қолдап, ағылшынға деген қызығушылығымды қайттан арттыра білді, талпынысымды қайттан дамыта білді. Және де жүз English курсы туралы өз пікірімді айтып кететін болсам, қазір жазда жаңағы TikTok көріп, дорама көріп,
тек қана бір құр жатқан Дарина, қазіргі pre-intermediate деңгейінде оқитын Даринаға айтары, сен өзіңнің идеалындағы, армандағы болашағына бірнеше қадам алдыға жасадың деп айтар еді. Және де қазір ойланып жүрген оқушылар, жүз English'қа қатысайын ба, қатыспаймын ба деп отырған оқушылар, сіздер қатысыңыздар. Бұл күн сіз қатысқан кезден бастап 2 ай деңгейді бітірген соң, сіз өзіңізді одан сайын жақсы көре түсесіз. Одан сайын сізде талпыныс пайда бола бастайды. Сіз ағылшынды бір бастап қойып кете алмай қаласыз, егер де жүз English'қа қатыссаңыз, керісінше одан да көп сатыларға, деңгейлерге көтеріле бергіңіз келе береді. Сол себептен ойланбастан қатысыңыздар. Бұл деңгейді бітіргеннен соң болатын сезім өте қуаныш сезімі, оны ауызбен айтып жеткізе алмайсың. Ондай сезім мен өзімде де болып көрген. Мен осы 13 қараша күні маған менеджер звондап, қатысасыз ба деген кезде, қатысамын дегенім, ол менің өмірімде болған ең дұрыс шешім, ең қуантарлық, ең өзімді мақтанатын сондай дұрыс жауап деп қабылдаймын. Жүз English ол көптеген оқушылардың, шетелге шығып оқыса ағылшын білгісі келетін оқушылардың арманын жүзеге асыратын орта десек болады, яғни бақыт мекені. Сіздерді жақсы көреміз.